Ертеде Бұлдырмеген деген атақты аңшы болыпты. Өзі мерген әрі қарулы, ақылды ержүрек адам екен. Бір күні ол аңға шығады. Орманда, тауда аралайды. Шаршаған соң бір ағаштың көлеңкесіне келіп демалады. Бұлдырмегеннің қарсы алдында ағыны қатты бұлаққа қарап отырғанда. Сөйтсе байқамапты. Бұлақтың арғы жағасынан үлкен жартастың түбінде бір киік жайылып жүр екен. Екі мүйізі күнге шағылысып жарқырайды. Тіпті көз қаратылады. Бұлдырмеген оны көзіне әлі сенбей таңдана қарады. Шын киік. Екі мүйізі жарқырайды, алтыннан екен. Ол киікті атып алмақ болып садағын кезейді. Сонда алтын мүйізді киікке тиіскісі келеді. Сабыр ет, мерген, деп Бұлдырмегенді тоқтатады. Аңшы оның сөзін тыңдамайды. Ол алға адым жүріп, бұлақ содан мұндай ғажайып көрмеген екен. Қатты таңғалды. Алтын мүйізді киіп сол уақытта алтын мүйізді ақсақалды шақырып алады. Үлкендігі киім күмісіндей жарқырайды. Әлгі елдің мүйізі сол қалпында қалады. Бұлдырмеген ештеме демейді, ғажапқа тамсана қарайды. Осы тауда Бұлдырмеген деген атақты аңшы батыр бар деп естіп, соны іздеп шығып едім. Оны білмейсің бе, балам, деді ақсақалды шал. Отағасы, әнеңе сол Бұлдырмеген мен боламын, дейді аңшы. Рұқсат болса, балам, сені іздеп шыққан шаруаңды айтайын. Айтыңыз, менің балам жерасты елінің ханы. Мен соның туған әкесімін.